Жанар 5 баланың кенжесі еді. Оқуда үздік, мектепте өтетін концерттерге де ұдайы қатысатын. Расында оның даусы өзгеше әдемі. Жұрт сүйсініп тыңдайтын. Ән айтқанда даусы қандай сүйкімді болса, мінезі де төңірегіне жайлы. Ата-анасы да ауыл-аймаққа сыйлы, өнегелі жандар. Содан болар 4 ұлдан кейін дүниеге келген Жанарға алдын ала құда түсушілер көп. Асқан сұлу болмаса да ақсары жүзі сүйкімді, орта бойлы, нәзік қыз. Оны мектеп бітіре сала айттырып алуға ниеттеніп, алдын ала құда түскісі келетіндер үйіне келген сайын Жанарға қазақтың бұл дәстүрі қызық боп көрінетін. Жалғыз қызын ешкімге бермейтінін айтып, әкесі кісілерді шығарып салған соң, үй артында жүрген Жанар бұл көрініске өзінше мәз боп сықылықтап күлетін. Несіне күлесің, қызым? Саған бесікте құда түсіп қойған. Қызын 15-ке келгенде құлағына сырға саламыз деп ескерткен Ердеш құрдас, дейді анасы. Ердеш әкесінің құрдасы. Көрші ауылда тұратын 3 ұл өсіріп отырған адам. Жанарды кішісіне әперуге бұл жөргекте жатқанда келіскен екен. Бұрыннан сыйлас, жақсы араласқан адам болған соң Тұрар ағай мен Балнұр апай құда болуға қарсылық танытқан жоқ. Бірақ әрине қызымыз өскенде өзі шешеді ғой, деуді де ұмытпады. Міне, Жанар 15-ке толған жаздың бір күнінде, тура туған күнінде көрші ауылдан Ердеш қызға сырға салуға кісі жіберіпті. Осы жолы уәделессе, Жанар 11-ді бітірген соң келін қып түсірмек. Болашақ күйеу де келді. Жанар Болат туралы анасынан талай естіген, бірақ маған үйленетін жігітті мінезі, болмысы қандай екен дегенді ойлаған емес. Жанар еш ойланбастан Болатқа күйеуге шығудан бас тартты. Сырға кәделерін ала келген құдалар ренжіп қайтты. Бесікте жатқанда қызын ұзатуға келіскен Жанардың ата-анасы еш уәж айта алмады. Жанар 2 жылдан кейін, яғни мектеп бітіре сала тұрмысқа шығуға неге қарсы болды дейсіз бе? Ол біреудің әйелі болуға әлі дайын емес дегеннен гөрі Болатты менсінбеді десек орынды болар. Ұзын бойлы, қараторы жігіттің жүзі жылы болса да қыз ұнатпады. Күйеу таба алмай қалады дейсің бе? Институтқа оқуға түсіп, ауылға келіп, ата-анаммен бірге тұрамын. Музыка пәнінің мұғалімі боламын. Басқасын содан кейін көрермін, деді қыз ішінен. Жанардың алға қойған мақсаттары біртіндеп жүзеге асты. Мектепті үздік бітіріп, қыздар институтының музыка бөліміне оқуға түсті. Оқып жүріп, концерттерден де қалмады. Көңілді студенттік кезеңде өте шықты. Дипломын қолына алған соң Жанар ауылға қайтып, мектепке мұғалім болып орналасуға бекінді. Ол басқалар сияқты кәсіби өрлеуді мақсат тұтпады. Ата-анасын қатты жақсы көретін қыз, еңбегімнің жемісін де солар көрсе деген ниетте еді. Бірақ Жанар ауылына қайта алмады. Ол дипломын қолға алған күні анасы ауырып, Алматыға ауруханаға жатқызылды. Бір ағасы қалада тұратын еді. Соның үйінде бола тұрайын. Анам жазылған соң бірге қайтамыз деп ойлады. Бірақ өмір дәл ойлағанында емес екен. Балнұр апай ауруханаға жатқан соң 2 апта өткенде ауылдан хабар келді. Жанар әкеден айырылыпты. Балнұр апай 15 күн жатады деп жоспарлаған еді. Қайғыдан ауруы асқынып 2 айға созылды. Сол арада туыстары дипломмен жұмыссыз жүре беруге болмайды деп Жанарға бір мектептен хатшылық орын тауып берді. Дәл қазір мамандығыма лайық қызмет жоқ. Анам жазылған соң ауылға қайтып барармын. Қасында болып, өзім бағамын деп өзін өзі жұбатты қыз. Балнұр апай ауруханадан шыққанмен қаладағы ұлдың үйінде тағы 6 ай жатты. Келіні мейірімді жан. Апа, сауықтыру мерзімі толық бітсін. Біздің қолда бола тұрыңыз. Ауылға барсаңыз үй шаруасы деп тыным таппай, денсаулығыңызды тағы да әлсіретіп аласыз, деген соң Балнұр апай қалада қалуға келісті. Немене дегенше 1 жыл өте шықты. Балнұр апай енді ауылға қайтайын. Ол жақта да немерелер бар ғой деп жолға дайындалды. Ұлы анасын ауылға өзі жеткізіп салды. Жанар болса Алматыда қала берді. Туыстары, мектеп ұжымы сені жақсы көреді екен.
бір ортаға сіңген соң бөтен жерге ауыспай осында істегенін дұрыс қой. Ауылға барғанда дайын тұрған жұмыс бар деймісің? Деп ақыл айтқан соң Жанар сәл ойланып Алматыда қалуға бекінді. Иә, мектеп директорының хатшысы болу аса қиын шаруа емес. Жанар істі дөңгелетіп әкетті. Мектеп мұғалімдері де жарқын мінезді Жанарға жақсы қарады. Жанар да ұжымына еш жаман қылық көрсеткен жоқ. Шаруаны дер кезінде тындыратын хатшыға мектеп директоры да риза. Бірақ тура бір жыл өткенде Жанардың өмірі күрт өзгерді. Бірде мектеп директорына жасы 50-ден асқан ер кісі келді. Директордың досы екен. Бастыққа кіруге оқталғанда әлгі кісі Жанарға ерекше көзбен қарады. Кабинетте жарты сағат болып, сыртқа шыққанда кеткісі келмей кідірді. Ұсақ түйекті сылтауратып, Жанарды әңгімеге тартты. Ойында ештеңе жоқ хатшы қыз емен жарқын әңгімелеседі. Оған ерекше көзбен қараған ағай мектепке керек жарақ таситын мекеменің бастығы болып шықты. Қажет боп қалар деп Жанардың жеке телефон номерін сұрағанда да қыздың ойында ешқандай күдік болған жоқ. Содан бастап әлгі адам мектепке жиі келетін болды. Әр келген сайын Жанарға түрлі сылтаумен сыйлыға келеді. Хатшы қыз басында неге бұлай екенін түсінген жоқ. Өмірінде жас жігітпен де танысып, қыдырып көрмеген жас қыз 50-ді еңсерген адамның өзіне деген ықыласына мән бермеген. Уақыт өте келе директордың досы өзін әйел қылғысы келетінін түсінді. Жанар басы арбаланып қалғанын сезгендей. Енді ат-тонын ала қашқанмен кеш сияқты. Неге кеш? Әлі тұрмыс құрмаған бойжеткенмін. Қайдағы бір кәрі еркектің жетегінде кетуім керек пе? Деген ойда келді басына. Алайда директордың досы қанша айтқанмен өмір көрген ғой. Әккі боп шықты. Жанар оның құрығынан құтыла алмады. Бұл кісінің аты Талғат екен. 4 баласы түгел ер жеткен. Әйелі де іскер көрінеді. Жеке мейрамханасы бар. Жанар мектепке жұмысқа тұрған алғашқы кезде ағасының үйінде тұрған. Бірақ бұл үйдегі кішкентай 3 бала жұмыстан шаршап келгенде маза бермей, оның үстіне келімді-кетімді кісі көп, Жанар қонақ күтуден де шаршады. Бөлек шығуды ойлады. Мектепте тұрмысқа шықпаған бір мұғалім пәтер жалдап тұрады екен. Жанар соның қасына көшті. Талғат Жанарға күн сайын келеді. Кешкі аш ішеміз деген сылтаумен қымбат мейрамханалардың біріне апарады. Өзі қатарлы жігіт емес, 50-ден асқан, алпамсада еркекпен бірге жүргеніне қыз алғашында ұялатын. Бірақ басқа емес, өзін дәл осы адаммен байланыстыратын бір жіп бардай сезінді. Бұл махаббат па? Өзі де білмейді. Жанар әкесіндей адамның бұғауынан шығатын жолды әрі ойлап, бері ойлап таппады. Негізі жаман адам емес. Қолы ашық, ұстамды, ірі денелі нағыз еркек. Бірақ жасы 21-ден енді асқан жас қыздың бойын намыс кернеп, бұл байланыс ушығып, ақырында жарға соғылсам, анамның бүкіл туыстардың алдында қарабет боламын ғой деген ой жегідей жеді. Тағы 3 ай өткенде Талғат Жанарды жеке пәтерге көшірді. Осы пәтерде ол тұңғышын туды. Жас әйелінен ұл сүйген Талғаттың қуанышында шек жоқ. Жанардың ас үстіне түсіп бәйек болуда. Керекті материалдық жағдайын түгел өзі жасады. Бірақ Жанардың көкірегінде күйік басылмады. Ол өміріндегі бұл өзгерісті анасына, туыстарына жариялауды жөн көрді. Сөйтіп ұзақ уақыт көрмеген анасына бұрын аға жеңгесімен барса, енді Талғатпен жаңа туған баласын көтеріп кешірім сұрау үшін жолға шықты. Туыстары беті ашылмаған қыздың 50-ден асқан еркектің етегінен ұстағанын қалай кешірсін? Бойдақ болса жөн, балалы шағалы, бәйбішесі бар. Бұлар қақпадан кіріп барғанда Жанардың 2 ағасы, жеңгелері, анасы да есік алдында шәй ішіп отырған. Барлығы жағасын ұстап шошыды. Салмақты деген Жәкен ағасының өзі Талғатты жағадан алуға дейін барды. Бірақ бәрі кешеді. Көзіме көрінбей кет, деді Жанарға анасы. Балағат сөзді аямады. Тек 2 жеңгесі ғана Жанарға жақтасып әлек. Сонымен не керек? Дау келесі күнге дейін созылды.
Ауыл дәрігері Балнұр апайға укол салумен болды. Көрші қолам бар, туған туыс жиналып, Жанардың төркінін сабырға шақырды. Болары болды, бояуы сіңді. Енді өкінгенмен пайда жоқ. Жанар алдағы өмірін өзі таңдасын деген сынайда басу айтылды. 2 күннен соң дау-дамай басылғандай боп, салқын қабақты туыстарын артқа тастап, Жанар күйеуімен бірге қалаға келді. Талғат пен Жанар ерлі-зайыпты адамдардай толыққанды отбасы тәрізді тіршілікке көшті. Тек Талғаттың аптасына 2-3 күн бәйбішесіне кететіні болмаса, көп уақыты Жанармен бірге өтеді. Араға жыл салып, екінші ол дүниеге келді. Бәйбішесі Талғаттың жас әйел алғанын елден де естіді, өзі де көрді. Алғашында елден ұялып қымсынып жүрген Жанар, екінші баласы дүниеге келген соң, мен бұған 2 бірдей ұл туып бердім, әйелімін, неге елден жасырынуым керек, деп ойлады. Сөйтті де Талғаттың дос-жарандары, туған-туыстары шақырған той-тумалақ жиындарға күйеуімен еріп баратын болды. Сондай орындарда оның ересек балаларымен де танысып алды. Даудың көкесі енді басталды. Бәйбіше жолдан қосылған әйелді таста дегенге Талғат көнбеді. Негізі Талғаттың бәйбішесі момындау жан еді. Күйеуінің жас әйел тауып алғанын көпке дейін сезбегені де содан. Тұңғыштары келін әкеліп, үйлену тойын жасағанда, жиналған 500 адамның арасында Жанар да отырмағанда, екінші әйелдің барын білмеген күйі жүре берер ме еді. Талғат бәйбішеден ажырасуға бекінді. Бәйбіше ажырассам у ішемін деп қорқытып, жылап-сықтап отырып алды. Енді қайтсын, 30 жылға жуық отасқан күйеуі, ұл өсіріп, қыз тәрбиелеп, енді міне келін түсіріп отырған жайы бар. 50-дегі әйелге қасындағы күйеуін жібере салу оңай ма? Бәйбіше қайтсе де күйеуінен айырылмауға тырысты. Талғат қандай амалдарды ойластырғанмен бәйбіше ажырасудан бас тартты. Жанар бәріне қолын бір сілтеп, бұрынғы жадыраған мінезін қойып, біреудің айтқан жай ғана ескертуіне де дөрекі сөзбен жауап беретін шайпау мінездіге айналды. Талғаттың достарының әйелдеріне, туған туыстарына мерекелерде ғана емес, басқа уақытта да телефон соғып, емін-еркін әңгімелесуге көшті. 3-ші ұлы дүниеге келген соң, тұңғышын мектепке, ортаншысын балабақшаға апару, алып келу деген сияқты міндеттер көбейгенде көмекті Талғаттың жақындарынан сұрайтын болды. Талғат бұл кезде фирмасы кеңейіп, жаңа нысандар ашылып, Жанардың үйіне түнде ғана келетін болды. Күндізгі тіршілік ауыртпалығы жалғыз өзінің мойнына түскен соң, өз туғандары емес, Талғаттың жақындарынан көмек сұрайды. Қандай дөрекі сөз естісе де, дегенінен қайтпауға дағдыланды. Тіпті қиналған сәтте Талғаттың бәйбішеден туған ұлдарына телефон соғып, көмек қажет екенін ашық айтатын болды. Олар да көмек көрсетуден бас тартқан емес, Жанардың айтқанын орындап, қол ұшын береді. Бірақ осындай оқиғалар бәйбішенің құлағына жетсе, бәрі бітті деңіз. Қанша жуас болғанмен туған күйеуі емес пе? Бәйбіше Жанардың бар екенін естігісі келмейді. Талғат та Жанарға баратынын, одан туған 3 баланың қалай өсіп жатқанын үлкен әйелден жасыруға тырысқанмен, төңіректе көз бар емес пе? Естіген құлақ бәрін қас қалпында бәйбішеге жеткізіп тұрады. Жанар бәйбішемен бет жыртыспағанмен көресіні Талғат көруде. Сен әлі Жанарға барып жүрсің бе? Деген айғаймен басталатын ұрыс үйінде жиілеп кеткен. 3-ші баласы тәй-тәй басып жүре бастағанда Жанар тұсаукесер жасауға бекінді. Талғат та қылығы тәтті балдырғанның тұсаукесер тойын жасап беруден бас тартпады. Жанар бұл тойда Талғаттың бәйбішеден басқа туыстарын түгел шақырды. Оларға ұнағысы келді ме, әлде балаларға қамқор болар туыс керек деді ме, ол жағы белгісіз. Осы тойда түскен суреттерді Талғаттың інісінің әйелі бәйбішеге көрсетіпті. Ызаға булығып көз жасын сығып алған үлкен әйел алдымен күйеуіне дүрсе қоя берді. Өзінің намысы тапталғандай күй кешкен бәйбіше Жанардың үйіне барды. Ұрыс керіс даудамай, жуас әйелде бұрын болмаған мінез шықты. Жанардың да жағдайы мәз емес.
Туған ағасы бұның Талғатпен көңіл қосқанын естігелі бері қатынаспайды. Анасы да ендігәрі көзіме көрінбе деп еді. Бұл барған сайын көңілінде кірбің барын байқатып қалады. Мәпелеп өсірген жалғыз қыздың 50-ден асқан еркектің етегінен ұстап кете барғанына наразы болмағанда қайтсын. Жалпы жеңгелері болмаса, Жанардың туыстары оны түгел жек көріп кеткен. Мұны білетін Жанар да олармен сирек қатынасады. Бірде Жанар науқастанып қалды. Ішкен дәрісі де ем болмады. Дәрігер шаршағансыз, балаларды басқа жаққа жіберіп, бірнеше күн үйде жатып тынығу керек деген кеңес берді. Жанар балаларын кімге тапсырарын білмей, басы дал болды. Улап шулаған 3 баланың ортасында жатып тынығу деген бола ма? Әрине мүмкін емес. Диванға жантайғаны сол еді, есіктің қоңырауы басылды. Талғаттың үлкен әйелі екен. Соңғы кезде жиі келіп ұрыс шығаратын боп жүр. Бұрын Жанарды көргенде салмақты болуға тырысатын әйел, енді жаман сөздің небір түрін айтуды әдетке айландырған. Жарты сағатқа созылған жанжалдан соң Жанар есікті тарс бекітіп диванға құлай кетті. Көздері жәудіреп, балалары қарап тұр. Бәйбішенің айқайынан кішісі шошып жылағанда, қалған екеуі де соған қосылған. Ол бәріне өзін кінәлады. Өрімдей шағында құда түсіп келген отбасын ренжіткеніне өкінді. 20-дағы Болаттың қараторы жүзіне қарап, менсінбеп еді, қап-қара семіз кәрі еркекке жолықты ғой. Оның жуас әйелінің де мінезі бұзылып, ұрысқақ боп шықты. Бәрі мен үшін әрине. Мен о баста өз жөнімен алдыма келіп, иіліп тұрған жас жігіттен бас тартпай, соның етегінен ұстағанда, Талғаттың да отбасы тып-тыныш болар еді. Момын әйелінің қасында отыра берер еді. Дау-дамайды күн көріп өскен балаларымның да жүйкесі сау емес. Бір басын екі отбасына жеткізе алмай, екі ортада сенделіп қалған Талғат болса, анау, туыстарыма жек көрінішті болған мен болсам, міне, жасым 40-қа жетпей, жүйкем сыр берді. Жанардың көзінен өкініштің ашы жасы тамшылап жатты. Армысыздар, Өмір-теңіз арнасының құрметті көрермендері. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін.